Мына кісілердің өздерінің шығарып алған әңгімесі бар екен. Мына микрофонмен сөйлеген бір 5-6 кісіге қарсы, жалпы халық қарсы емес деген. Мен өткен жиналыста да осыны шешіп мамандардың алдында өткем. Сіздер Аманат партиясының маманы ретінде халыққа қараңыздар. Ағайындар, ешкімнен қорықпаңыздар. Көтергілеріңіз келмесе көтермей қойыңыздар. Кім? Мына телевидение халыққа түсіріп тұршы. Мына бұқаралық ақпараттар арқылы көрсін. Кім фабрика салынуға қарсы қолдарыңызды көтеріңіздер. Міне ғой. Біздің бәрі мәселеміз мына халықтың осындай жан айқайын сонау Астанадан келіп, өз көзіңізбен көріп, құлағыңызбен тыңдап, ана жаққа жеткізеді деген үміттеміз. Мына фирманың басшыларына басып айтып жатсыздар. Енді қатты айтсам ренжімеңіздер. Кішкене шыдаңыздар, кішкене ашпай тұра тұрыңыздар деп. Наоборот, ағайындар, кішкене шыдаңыздар. Бір мәселесіне жетеміз. Мынау 90 сөзін толықтай түйіндейтін уақыты болды ағайындар. Ағайындар, кішкене шыдаңыздар. Бір халық, мына президентіміздің өзі айтқандай, сіздердің пікірлеріңізбен шешіледі. Бір жағын шешеміз, оңтайлы мәселесін шешіп, жоқ, заң аясында. Сіздер наоборот шыдаңыздар. Конечно, халық ашынар. Осыны енді сіздерге басып айтып отырмын, жоғарғы жаққа жеткізіңіздер. Енді құдайым, мен енді өтір жаңа ағаларымыз айтып кетті. Міне халық куә 8-ші жиналыс деп айтып отырмын. Осы жиналыстан әбден біз не болды? Қажы болды, әбден біттік, сүйкімсіз болып біттік. Біз, міне, ағайындар, кітте тыңдаңыздар, шабыр. Сіздерге, мен каждый интервьюімді айтам. Біз, мына халық, өкіметке қарсы шығып жатқанымыз жоқ. Керісінше, осындай аядай жерімізді қорғап қалу үшін өкіметтен, сіздерден, билік басындағы отырғандардан көмектен басқа, бір ауыз жылы сөздеріңізден басқа ештеңе керек жоқ.